Ақжайыққа қар түскелі әкімдікке шағым көбейген, өйткені тас жолдардағы көктайғақ көп адамды әбігерге салды. Сондықтан бүгін облыс әкімінің төрағалығымен арнайы жиын өткізілді. Батыс Қазақстан облысы аумағынан 1414 шақырым республикалық маңызы бар автомобиль жолдар өтеді. Ал 1620 шақырым жол облыстық маңызға ие. Алайда маңызды автожолдардағы қар тазалау жұмыстарында іркіліс көп. Өңір басшысы бірнеше рет тапсырма жүктеді, бірақ қарқын әлі баяу. Өңір аумағындағы жолдарды қысқы мезгілде күтіп ұстау жұмыстарын 34 мердігер компания атқаратын болса, оның 8-і облыстық маңызы бар жолдарға жауапты. Тас жолдарды қыста қардан ашып тазартуға 94 техника тартылған. Қажетті жанар-жағармай мен инертті материалдар да жеткілікті деседі. Ал республикалық маңызы бар жолдар Қазавтожол ұлттық компаниясының назарында. Дегенмен қыс басталғалы мердігерлердің атқарған жұмыстарына арыз шағымдар толастамаған. Жолаушылардың наразылығынан соң ұлттық жол активтері сапасы орталығы қызметкерлері облыстық және республикалық маңызы бар жолдарға 15 тексеру жүргізген. Оның 4-еуінен кемшіліктер анықталды. Құрамында тұз мөлшері 8%-дан аз, теріс нәтижелері тапсырыс берушіге және мердігерлерге жедел жіберілді. Қазіргі таңда осыған байланысты қосымша реагенттер себуге ұсыныс берген болатынбыз, сол мердігерге және тапсырыс берушіге. Сонымен қатар шығып бақылау кезінде 8 ақаулықтар анықталды. Тексеру нәтижесінде мердігердің қысқы күтіп баптау жұмыстары тиісті деңгейде жүргізбегені анықталды. Жол сапасын бақылау орталығы алаңдаса, алаңдайтындай. Республикалық маңызы бар тас жолдардан қарды дер кезінде шығарып үлгермесе, бұдан да қиын жағдай туындауы әбден мүмкін. Қазір ол үшін барлығы 78 техника жұмылдырылған, бірақ бұл жеткіліксіз. Бүгінгі күнге 75%-ға жолды тазарту жұмыстары жүргізілді. Сондай-ақ мұздақты жою жұмыстары жалғасуда, бірақ ауа райының қолайсыздығы мұздықты жоюға кедергі болып тұрады. Жол оқиғаларын алдын алу және жол қозғалысына қатысушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында ауа райы климаттық жағдайлардың нашарларына байланысты кейбір учаскелер жабылды. Ағымдағы жылы 5 рет, яғни 49 сағатқа. Ауа райының күрт өзгеруіне байланысты деп, ондай болмау керек сөз. Күрт өзгеруі бізде жоқ, бізде жылдан жылға осы қыс уақытында осындай қардың жауын шашын көп мөлшерде жауатынын білеміз. Ол күрт өзгеру емес, ол жылда болатын нәрсе. Қарсыз қыс бола ма? Десе де жасалған шаруаны бас бармақпен бағалайтындай емес. Алда әлі қаһарлы күндер тұр. Талапқа сай бораннан кейін 4 пен 10 сағат ішінде жолдар ретке келтірілуі тиіс. Ал үдеден шығалмаған ұйымдарға шара қолданылады. Қоспаны неше сағаттан кейін уже шашу керек? Басында енді патрульный снегочистка болады. Содан кейін өте қауіпті жерлерге мына құм қоспалар шашылады. Неше сағаттан кейін? Норматив уақыты бойынша мына қар біткеннен кейін мына жолдың категорияларына байланысты 4 сағаттан 10 сағатқа дейін. Так, оны қалай көріп отырасыздар? Шықты ма, машина шыққан жоқ па? Шашты ма, шашқан жоқ па? Бізде деген өзімізде мына WhatsApp-та чатымыз бар. Әрбір техниканың жұмыс жасағаны осы чатқа жіберіледі. Сонымен қатар бізде мына Қазавтожол мекемесінде кезекшілер бар. Кезекшілік автотранспорт бар, машина. Сонымен жолға шығып қадағалап отырамыз. Бұлай автоматтық түрде көрсетіп тұратын жоқ па? Программа? GPS бар. Так. GPS ол осы мердігер ұйымында. Сервер кімде тұр? Сол мердігер ұйымында. Аудандарда да жағдай мәз емеске ұқсайды. Бізде мына теміржол жөндеудің учаскесінде өздері жасап жатыр. 2 погрузчигі бар. Енді бер жақтағы бөлікте 20 км асфальт пен 7 км шекараға дейін бөлік тазаланып жатқан жоқ. Қазавтожолға айтылды, жазылды. Қар жауғалы қырылған жоқ. Жетпейтіні бұларға оперативность. Мысалы, жаңағы Орал, Федоровка, Бурлин, Илек жолы Федоровкадан шығады. Ол пока Илекке жеткенше жоқ дегенде 10 сағаттың ар жағында шығып кетеді. Бүгін жауды қар, ол машина жүріп келе жатыр. Бірақ әлі Илекке жеткен жоқ.
Соңғы күндері жауған ақ ұлпа облыстық және республикалық маңызы бар жолдарды күтіп ұстауға жауапты мердігер компаниялардың дәрменсіздігін көрсеткендей. Қолайсыз ауа райы қар тазалаушыларды аяғынан тік тұрғызбады. Шалағай жұмысқа халықтың шағымы көп. Осы қыс басталғалы мен аяқтай өзімнің көлігіммен Орал, Чапай, Жәнібек жолымен өттім. Орал, Чапай, Сайқын жолымен өттім. Орал, Бөрлі, Ақсай жолымен өттім. Орал, Бөрлі, Орынбор жолымен өттім. Орал, Самараға да барып келдім мен. Орал, Ақтөбе жолынан жүрдім. Кешіріңдер, мен сіздерді өкінішке орай, мен тек қана Жаңғаланың территориясында тек қана мына құм шашып жүрген бір КАМАЗды көрдім. Не қар жинап жүрген, не құм шашып жүрген бірде-бір техниканы көрген жоқпын. Мен оны сізге кәдімгі рас айта аламын. Қардың уақытылы тазартылуын сапалы жол адалдық алаңы жобасы аясында сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет өкілдері де бақылауға алды. Мынау Атырау-Орал 189-492 километрде, Чапай, Жалпақтал, Казталов, Ресей Федерациясы шекарасы, Шымкент-Самара, халықаралық тас жолының Орал Ресей Федерациясы, Орал-Индер, Орал-Тасқала Ресей Федерациясы шекарасы бағыттарындағы тас жолдар бойынша жаңа айтылған кемшіліктер бізбен анықталды. Жыл басталғалы бері тура 18 күннің ішінде облыс орталығында 10 жол көлік оқиғасы орын алған. Салдарынан 5 адам ажал құшты. Ал ауа райының қолайсыздығы 2 көлік апатына әкеп соқтырды. Бір адам жан тәсілім етті. Осыған байланысты полиция қызметкерлері тас жолдарда бақылауды күшейткен. По несодержанию дорог. Жыл басынан жолдарды тиісті деңгейде күтіп ұстамаған үшін 14 мекемеге хаттама толтырылды. Қазавтожол мекемесіне 3, Жайық тазағала жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне 1, ал аудандар бойынша 10 хаттама толтырылды. Қар тазалау жұмыстарына көктайғақта кесірін тигізіп отыр. Жұмыс күші жетіскенімен техника тапшылығы байқалған. Сондықтан биыл Қазавтожол ұлттық компаниясының облыстық филиалына тас жолдарды қардан тазарту үшін қосымша 14 техника тартылған. Бізде бұл мәселелерді жоюға арнайы инертный материалдар, яғни құм, тұз, жаңағы айсмикс дейміз, жаңағы тұзды еріткіш құралдар. Олардың бәрі жеткілікті көлемде бар. Қажетті норматив технология сәйкес себілуде. Бірақ нәтижесі себебі, ауа райын қаншалықты тұз сепсеңіз де, егер минус градус 20-дан жоғары болып тұрса, ол нәтиже бермейді бізге. Оны ауыр бізде грейдер техникалары бір себеп ретінде біз өзіміз жолдың басқасында жүрген кезде ауыр техникалардың күші жетпей жатыр. Жұмысты ширату керек. Жиын соңында өңір басшысы осылай деді. Және Қазавтожол мекемесі мен аудан әкімдеріне жаңа міндеттер жүктеді. Біздің құрамындағы біздің көлемін көбейтесіз. Сосын серверді Қазавтожолға бергеніңіз жөн деп есептеймін. Өйткені біздерді өздеріміз қарап отырамыз. Аудандар бәрі 4 сағаттан кейін жолға шығу керек техника, 10 сағаттан кейін мәселені жабу керек. Сонда олай орындалмай жатса, онда облавтодорға ақпараттарыңызды беріп отырыңыздар. Қар басқан жол жүргізушінің бейнеті. Сондықтан қыстыгүні көліктердің қауіпсіз және кедергісіз қозғалысын қамтамасыз ету аса маңызды деп түйіндеді Ғали Исқалиев. Гүлсара Марат, Айбек Санғалиев, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.